Қайреке, жақсылап демалыңыз. Зейнетке шықтым деп жоғалып кетпеңіз. Хабарласып тұрыңыз. Рахмет Айдос, рахмет. Өздеріңізде дендерің сау болсын, жұмыстарың табысты болсын, аман сау болыңдар жақсы. Шеркеннің шыңғыруынай, құтты бір иесін қимаған арғымақтай. 40 жыл еңбек, тартқан бейнет міне. Осылайша зейнетпен аяқталды. Мұндайда құтты пойыз біткен, тіпті дүние тоқтап қалғандай күй кешеді екенсің. Бұл шіркін әу бастан неден басталды. Менің арғы бабам қазақтың сайын даласына алғаш темір жол салғандардың бірі еді. Міне содан бастап бір адамның емес, содан тараған бүкіл ұрпақтың ата кәсібі айқындалды. Атам болса алғашында темір жолға аса құлшыныс таныта қоймаған көрінеді. Аштық жайлап, ел басына қиын қыстау күн туғанда Түрксібке барған. Өйткені ол тұста ақша табу емес ау, нан табудың бірден бір жолы Түрксіб болған екен. Әкемнің айтуынша, атам кейін соғыс жылдарында да майданға қару жарақ, азық түлік тасыған екен. Ұзақ жолға бір шыққанда айлап тіпті жылдап кетеді екен. Келген сайын әжем, әкем екеуі станция басынан қарсы алып жүріпті. Сондай күндердің бірінде сарыла күткен паровоз буы бұрқырап жетіпті әйтеуір. Бірақ паровоз келгенмен атам келмепті. Өз әкем ата жолынан танбай бейбіт заманда саналы ғұмырын шойын жолға арнады. Мен не үшін темір жолшы болдым? Алдыңғы 3 буын темір жолшы болса, сен де сол жолмен жүруің керек деген қағида жоқ қой. Бірақ атадан балаға мирас болып жалғасатын ата кәсіп деген ұғым бар. Оның өмірлік, тәрбиелік мәнін жете түсінген адам қадірін кетірмейді. Менің өмірлік ұстанымым осы. Бүгінде менің де бір балам темір жол саласында, Астанада, орталықта. Темір жол қазақ даласына алғаш келгенде шойыннан жол салынғалы жатыр екен, ешкім сүйремей өзінен өзі жүреді екен деген сияқты әңгімелер қауламады ма? Ал қазір бұлардың әңгімесі бөлек, басқа. Темір жолдың дамығаны сонша көп шаруа автоматты түрде тындырылатын болды. Бабадан қалған кәсіп енді осы ұрпақтарға аманат.